сәлем менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздермен ең оңай блинчиктің рецептімен бөлісемін. Ол бізге 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқаны бірінші жарып аламыз. Қазір осылай 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Ал енді шекерімізді салып аламыз. Тұз на кончиках дейді ғой орыстар. Дәл солай салып аламыз. Содан соң осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Егер сіз тәтті болғанын қаласаңыз, сонда тағы бір шай қасық немесе 2 шай қасық шекер қосаңыз болады. Бірақ біз начинка салатын болғандықтан бізге шекер жеткілікті. Содан соң 500 мл сүтіміздің 100 мл құйып аламыз. Сосын тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды аламыз. Ұн менде қазір 250 грамм. Бізде қалай дайындап бізде осылай араластырамыз. Консистенциясына көре көрсем, аз. Яғни үйірген соң менде құрамында да бірінші болады. Сіз үшін осылай істеуіңіз болады. Біз үстіне бәрін қосып отырсаңыз, бізде блинчиңіз қанша шығады. Мына осылай сізде орташа сұйықтықта дайын блинчиктің тестасы дайын болады. Енді осыған сүтіміздің бәрін қосамыз. Аз-аздан, аз мөлшерден жақсылап қосып араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Салсаңыз болады содадан.